Оңтүстік Кореяда корейлерге еш құпия емес төменгі бір жағдайды білдім. Корея 1910-1945 жылдары аралығында Жапон империясы бодандығында болған. Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында мына бір ерекше биік қоршау ішінде Жапонияның бас консулдығы орналасқан. Консулдықтың күзеті де ерекше. Оның себебін Жапон консулдығының қоршауына үнсіз қарап отырған қарапайым корей әйелінің мүсіні түсіндірді. Бұл мүсінде жергілікті корей халқы ыстық ықылас пен күтімге алған. Гүл шоқтарын қойып, арнаулы қорапқа әйел мүсінінің орналасу тарихы туралы корей және ағылшын тілдерінде суретті баяндама салып отырады. Күн салқындағанда мүсіннің мойнына шарф байлап, иығына әртүрлі әдемі киімдер жабылғанын да көрдім. Бұл мүсін Жапон бодандығы кезінде корей әйелдерінің жыныстық құлдыққа мәжбүр болғандығының үнсіз куәгері екен. 100 жыл бұрын болған зорлыққа кеше ғана болғандай жаны ауырып жүрген халықты қалай құрмет тұтпасқа. Бұл мүсін де бостандық үшін күрестің бір белгісі. Мына автобус пен тұрмыстық қажет өтеуге жабдықталған машина үздіксіз полиция күзетінікі. Бас қақпада Жапон дәстүрімен бастарын иіп, екі қызметкердің консулды ізетпен қарсы алып тұратындарын да көрдім.